Әлемде теңдесі жоқ атақты 6 ғасырдағы түрік қағанаты кезіндегі әйгілі балбатастардың бірі Қаражаматының әйгілі балбатасында тұрмыз. Енді осы балбатас жайында кішкене қызықтап көрейік. Міне балбатастың басы кәдімгі сақалы, мұрты қайырылған, қандай әдемі. Сосын кейін мына иығында әдемі қазақы ою. Түрік балбатастарының әдеттегідей қылыш ұстаған, сол жақ қолымен, оң жақ қолымен мынарада құмырасы бар. Құмырасы кішкене уақыт өте бұл тозыңқырап кеткен екен. Сосын кейін кереметтілігі мынай астыңғы шынтақтың астында қазақ әдемі ою бар. Мына жағында оң жақ жаңағы ыдыс ұстаған оң жақ қолында да шынтағында әдемі қазақы ою. Ал ол бұл сызыққа дейін бұлай кісінің бейнесі сомдалғанда, бұдан кейінгі төменгісінде мынарада жаңағы үлкен қылыштың бейнесі, одан кейінгі мынарада аттың бейнесі бар әдемі. Аттың басы ердің қасына дейін әдемі көрсеткен. Ал одан кейін мынарада мынау садақ болу керек, мынау жаңағы қорамсақ болу керек. Мынарада садақ тартып отырған адамның бейнесі. Ал мынау құпия. Былай қарасаң, баласын ұстап отырған ананың суреті, мынарада тымағы, өте керемет әдемі бір сызған әйелдің ананың суреті ма деп ойладым. Мынарада тағы да аттың суреті бар мында. Мынау ердің екі қасы. Мынарада тағы да садақ тартып немесе ат ұстап отырған адамның суреті бар. Міне атақты әйгілі Қаражаматының кісі тасы, яғни балбатасында тұрмыз. Мұнда ирландық Дэвид және монголиялық аңқұйық. Міне балбатас жайында қысқаша мағлұмат.